Сәлем, достар. Сіздерге ерекше жүрекке жететін ертегі айтып берейін. Егер мұндай мағыналы ертегілер ұнаса, арнаға жазылып, қолдауды ұмытпаңыз. Әрине, міне сізге арналған өте ұзақ және мағыналы қазақша ертегі. Айсәуле мен жүрек жарығы. Ертеде көз көріп құлақ естімеген бір елде Айсәуле есімді мейірімді қыз өмір сүріпті. Ол кедей отбасының баласы болса да, жүрегі кең, ниеті таза, сөзі де, ісі де жылы жан екен. Оның ең жақсы көретін ісі айналасындағы адамдарға көмек беру және әр күнімді жақсылықпен бастау деп серт беру екен. Айсәуле бір күні ауыл шетіндегі орманға отын теруге барады. Ағаштардың арасынан әлсіз ғана көмектесіңдер деген дауысты естіп қалады. Ол дауысқа қарай жүгіріп барса, үлкен еменнің түбінде жаралы иелік жатыр екен. Айсәуле қорықпастан иелікті үйіне көтеріп апарып, оны бірнеше күн емдеп, баптап қайтадан орманға жіберіпті. Сол түні Айсәуле түс көреді. Түсінде алтын сәулелі әйел келіп, сенің жақсылыққа деген ниетіңді көктегі періштелер естіді. Сый ретінде саған жүрек жарығы беріледі дейді де, Айсәуленің жүрегіне кішкентай жарық тастайды. Бұл жарық сиқырлы еді. Кімде-кім Айсәуленің қасында жүрсе, оның жүрегі де жылынып, мейірімге толатын. Күндер өтеді. Ауылына бөтен адамдар келіп, елді алдап, алтын іздеуге мәжбүрлей бастайды. Ауыл адамдары қорқып, бір-біріне сенуден қалып, қасірет басып кетеді. Сонда Айсәуле жүрек жарығының күшімен әр адаммен сөйлесіп, олардың ішінде сенім мен үміт отын қайта жаға бастайды. Ақыры ауыл бірігіп, жаман адамдарды қуып шығады. Содан бері Айсәуленің есімі жүрек жарығы деп аталып, оның өмірі аңызға айналыпты. Адамдар бір-біріне жақсылық жасау ең үлкен күш екенін түсініпті. Өйткені адам жүрегіндегі мейірім ешқандай байлықпен өлшенбейді. Жақсылық жасау үлкен ерлік. Егер сен жүректен берілсең, жарық өзіңмен бірге жүреді. Міне, ертегі осылай аяқталды. Егер сізге ұнаса, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше достар. Сау болыңыздар.